Құрметті қазақстандықтар, еліміздегі халық санағы аяқталуға жақындап қалды. Сіздерге аралық нәтижелер туралы мәлімет келтіруге рұқсат етіңіздер. Бүгінде 17,5 миллиондай азамат санақ сауалдарына жауап берді. Бұл халық санының 91,6%-ін құрайды. 40,4% онлайн өту мүмкіндігін пайдаланса, 51,2% азамат интервью сауалдарына жауап берген. Санақтан өткендер саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Мұнда санаққа қатысқандар қатары бұған дейін тіркелген халық санына шаққанда 107,5%-ті құраған. Яғни қолда бар мәлімет бойынша Алматы тұрғындарының саны 2,5 деп көрсетілген, ал санақ сауалдарына 2,154,000 адам жауап берген. Демек, халық санағы қазірдің өзінде мегаполис халқының нақты санын көрсетуге көмектескенін сеніммен айта аламыз. Алматы қаласында санақ жұмыстары әлі жалғасуда. Бұл көрсеткіш бойынша Түркістан облысы екінші орында, өңірдегі халықтың 98,6%, немесе 2,32,000 адам санақ сауалдарына жауап берді. Үшінші орында Жамбыл облысы тұр. Бұл аймақта да азаматтардың 98,6%, немесе 1,129,000 адам санақтан өткен. Бұған дейін біз Алматы облысының Балқаш ауданы мерзімінен бұрын сауалнама шараларын аяқтағанын айтып едік. Біртіндеп еліміздің өзге де аудандары санақты аяқтаған туралы мәліметтер беруде. Осы Алматы облысындағы Кербұлақ ауданында да сауалнама мәресіне жетті. Халық санақ аясында мәліметтер жинау жұмысы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында аяқталды. Ал Павлодар облысының 8 бірдей ауданы санақ аясында сауалнама жүргізу шараларын бітірді. Олар Ақтоғай, Железин, Ертіс, Тереңкөл, Аққулы, Май, Успен, Шарбақты аудандары. Азаматтарға белсенділік танытқан үшін алғыс айтамыз. Санақтан екі тәсілмен өтуге болатын естеріңізге сала кетейік. Онлайн санақ мерзімі ұзартылған болатын, сондай-ақ интервьюлер үйлерді аралауды жалғастыруда. Олардың жұмысына түсіністік танытуларыңызды сұраймыз. Үйлерді аралап жүрген интервьюлер еліміздің азаматтары. Біреуге әке, ана, аға, бауыр, әпке, қарындас екенін ұмытпайық. Халық санағының негізгі кезеңі 30 қазанда аяқталады. Әдістеме бойынша қарашаның 8-іне дейін нақтылау жұмыстары қарастырылған. Халық санағына атсалысуға баршаңызды шақырамыз. Қазақстанда әркім маңызды.